Қазіргі кезде телефонға қосымша жасауда біраз үлкен мәселелер бар. Қазір мен айтатын технология сол мәселелердің біразын шешуге көмектеседі. Бұл әзірге енді тестленіп жатқанымен, болашақта мүмкін бәрі солай жұмыс жасайды. Қазіргі кездегі бірнеше мобильный разработчиктер немесе компаниялар ұшырасатын проблемаға тоқталайық. Ол нарықта тек қана екі үлкен мобильді қосымша жариялайтын дүкеннің монополия жасау, яғни Google Play мен App Store. Егер сізде App Store мен Google Play'де жоқ болатын болсаңыз, онда сіздің қосымшаңызды ешкім қол жеткізе алмайды деген сөз. Алдағы қазіргі уақытта Huawei өзінің дүкенін қосты, Huawei App Gallery деген, сондықтан мынаған да қосымша жариялауды ұсынамын. Бұл Android қосымша, мынау Android қосымша, мынау iOS қосымша. Мынаған жариялау үшін жылына $99 төлейсіз, мынаған бір рет $25 төлейсіз, мынаған жариялау тегін. Бұлар жалпы монополия жасап отқаннан кейін өзінің ережелерін қояды, жалпы сені банит етуі мүмкін, саған шектеу қою мүмкін дегендей. Мына жай екеуі кішкене жеңілдеу менің ойымша, бірақ мынау кішкене қаталдау. Бұлардың бәрі әрине жақсы, өз деңгейінде жақсы жұмыс жасап жатыр. Клиенттерге бұл тиімді, әсіресе мынау App Store. Бірақ бұл жерде бұларға қатысы жоқ, тағы бір мәселелер бар. Мысалға біз мобильді қосымша істейтін болсақ, ол жерде обновление жасамайтын адамдар бар. Телефон бір күні жоғалтады, бір жерде ұмытып кетеді, немесе бұзылады, новый телефон алған кезде ғана приложениені жаңалайды. Ал оған дейін сен бұрынғы мысалға приложениенің версиясын поддержка жасауың керек. Мысалы API жазасың, бүйтіп әртүрлі версиялармен дегендей. Мысалға былай осындай темалар кетеді. V1 версиясы, екінші версиясы дегендей, немесе ішінде локальный данныйлар болатын болса, оны новый системаға миграциялау дегендей. Сондай проблема бар. Қысқасы, обновление жіберу проблема өте. Ол жерде критически бірдеңе болуы мүмкін дегендей. Қолданушылар сондай обновление алмайды. Және сіздің қосымшаңызды Google Play мен App Store'дан жойып жіберетін болса, әрі қарай сіз обновление жібере алмай қаласыз. Ол проблема негізінде. Оны шешудің қосымша бір проблема, басқа бір жолдары шықты, дегенмен әзірге ыңғайсыздау. Енді біз қазір қарайтын технология бұл PWA деп аталады, PWA, немесе Progressive Web Apps. Бұның қысқаша түрде айтатын болсақ қандай? Бұл негізі сіздің қосымшаңызды, мобильді қосымшаңызды, немесе компьютерге арналған қосымшаңызды, планшетке арналған қосымшаңызды арнайы сайт ретінде жариялайсыз. Бірақ оны жүктеп алуға болады. Және маңыздысы, телефонға жеке жазып, компьютерге жеке жазып, немесе телевизор тағы басқа платформаларға, iOS, Androidқа жеке жазбай-ақ, бір кодовый базада жұмыс жасай алады. Мына жерде біз тест ретінде көрейік. Мысалға, мына жерде YouTube-қа өтетін болсаңыз, немесе сол қосымшаларға өтетін болсаңыз, мына жерде скачат деген батырма тұрады. Телефонда да болады, компьютерде де болады. Жүктегеннен кейін мынаның бәрін сіз программа сияқты қолдансаңыз болады. Әртүрлі сервистер бар. Мысалға, мына сервистің өзінде скачат деген бар. Скачат етіп алсам болады. Программа ретінде қолдана алам. Преимущество: бір кодовый база. Егер обновление жіберетін болсаңыз, сайтты обновить етесіз, анау обновлениені автомат түрде алатындай етіп істеуге болады. Немесе обновлениені алады. Мынандай жаңағы проблемалар болмайды. Бір API-ді бұрынғы версиялары деген сияқты. Оны ол жағында шешуге болады. Және iOS болсын, Android болсын, және Windows болсын, Linux болсын, бәрінде бірдей жұмыс жасай алады деген сөз. Бұның басты проблемасы қандай? Басты проблемасы сол, бірінші бізге мысалға мобильді қосымша болғаннан кейін әртүрлі дүниелерге доступ алу керек. Микрофон,
QR код сканер, NPC немесе payment, әртүрлі Apple Pay, Google Pay сол секілді. Storage. Соның кейбіреулері мына Apple немесе Google, кейбіреулерін тағы бір платформалар қолдамауы мүмкін. Дегенмен бұл дамып, қазір PVA бұл мына функцияларды қолдайды. Не сайтында тұр. Мысалға офлайн саппорт, айтпақшы офлайн саппорт бар. Офлайнда мобильді қосымша жұмыс жасай алады. Бұл өте үлкен мүмкіндік. Аутентификация бар. Одан кейін баркод сканер, аудио, face detection, әртүрлі vibration, Bluetooth-ға доступ алуға болады. Бұл веб қосымша сияқты жұмыс жасағанымен Bluetooth-ға доступ береді. Әртүрлі speech synthese, одан кейін яғни сөйлейсіз, соны текстті жаңағы text to speech жасап береді. Multi-touch, screen capturing және сондай функциялар қосылған. Бұл енді біраз мобильді қосымшаға жеткілікті. Мысалға аудио рекординг. Біз осыны тестілеп көрсек болады. Мысалға мынаны басатын болса, міне бізде аудио рекординг жасайды осындай. Яғни телефонмен кіретін болса да, компьютермен кірсе де, және Windowsмен кірсе де, Macпен кірсе де, бірдей платформада жұмыс жасайды. Қазір жазады, мысалға осындай функцияны қоссаңыз болады. Одан кейін тыңдап көруге болады. Қысқасы, бұның мүмкіндігі осындай. Енді алдағы уақытта VR, AR технологияларға немесе әртүрлі басқа новый платформа шығатын болса, бортовой компьютер соның бәріне осындай әрине қоюға болады. YouTube-қа немесе сол сияқты сайттарға өтетін болсаңыз, міне мынандай компьютермен кіргенде шығатын болса, бұл осыны қолдайды деген сөз. Бұны скачет етіп алып, программа ретінде қолдануға болады. Мысалға мен көрейін қазір. Міне жаңағы менде программа ретінде ашылды мына жерде. Компьютерный программа ретінде. Телефонға орнатсам болады, планшетке орнатсам болады дегендей. Бұның қазіргі кездегі екінші бір үлкен минусы. Мынау нативный приложениемен салыстырғанда әрине PVA жайлау жұмыс жасайды, оған спорить етпейміз. Жалпы веб қосымшаны сіз ашатын болсаңыз, браузермен ол жайлау жұмыс жасайды, PVA оған қарағанда жақсырақ жұмыс жасайды. Бірақ бұл қазір жетіліп жатыр, сайтына өтіп көрсеңіз болады, Progressive Web Apps деп жазсаңыз шығады. Дамып жатыр, жетіліп жатыр. Және Google'дың Chrome OS деген операциялық жүйесі бар. Бұл жерде бұл осы PVA технологиясына басымдық беріліп, және соның қолдауы жақсырақ. Осы міне ашып көрсеңіз болады. Енді алдағы уақытта менің ойымша не PVA болады бәрі, немесе соның төңірегіндегі бір технологияда бәрі жұмыс жасайды. Тек қана бір сіздің домен алуыңыз керек. Домен аласыз, приложениеңізді жариялайсыз. Мысалға там app.com. Осы сайтқа өтеді, веб қосымша ретінде адамдар қолдана алады, және жүктеп алса болады қаласа. Әрине, мынау дүкендер осындай приложениеге арналған болады. Онсыз болмайды әрине адамдар жүктеу үшін. Бірақ ол жерде скорее всего тек қана ссылка болады сайтқа, соған өтеді, бір батырма арқылы бірден жүктеп ала алатын болады. Обновление мына дүкенде бар ма жоқ па оған қарамастан келе беретін болады деп мен ойлаймын. Және мынау магазиндерге приложение жариялап көрген болсаңыз, бұл ужасный өте сұмдық нерв подъед рутинка. PVA болатын болса, мына жерге бір конфиг файл қосса болады, мысалға тақырыптар, локализация, анау мынау. Мынаған салған кезде, доменді қойған кезде автомат түрде содан жүктейді, содан обновление алады дегендей. Сондай варианттарды көруге болады.